Сирияны Шам деп атаған, Дамаск Дамшық деген, Пекинді Бейжің деген, Қытайдың елін Шын елі, Үндістанды Машын деген, Үнді Қытай Шын Машын, Гималай тауын Бұланай, Самарқанды Апрасияп, Кавказдың тауын Қаттау немесе Қойқап, Ташкентті Шашкент, сосын Кіші Азия жерін Үрім жер деп атаған. Шығыс жақты Мағриб, Вавилонды Бабыл, Иерусалимді Құдыс, Палестинаны Кінген, Йеменді Ямен дейді, Сібірді Итжеккен, Сібір деп Сібірдің елін атаған, Грузияны Гүржістан, Гректің елін Юнан, Тюмен облысын Төмен, Омскіні Омбы, Саратовты Сартау, Астраханды Аштархан немесе Қаждархан дейді. Иркутскіні Ирбіт, Орскіні Жаманқала, Қызылтеңізді Күлзім дариясы, Үнді мұхитын Оман дариясы, Днепрді Терең өзен, Волганы Еділ, Азовты Азау, Венгрияны Мажар, Венгрияны халқы Мадияр, Африканың халқы Қажам жұрты дейміз ғой, соны зәңгі дейміз. Ирандықтарды Қызылбас, башқұрттарды Естек, еврейлер Жөйт, Қытайдарды Шүршіт, сосын Каспий теңізі Қазар теңізі, Яншан тауларын Аспантау, Амударияны Жейхун дейді, Сырдарияны Сейхун өзені деп атаған.